أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат қадірменді аға бауырлар, бүгінгі зухр намазының алдындағы оқылатын аятымыз ол Ан'ам сүресінің 3-ші аяты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم. Аяттың мағынасында ол күллі аспан әлемінде де, жерде де құдіреті шексіз жалғыз Алла. Ол сендердің құпия сырларыңды да, жария істегендеріңді де, сондай-ақ жақсы жаман, адал арам, не істеп, не қойып жүргендеріңді Алла Тағала толығымен жақсы біледі дейді. Яғни Алла Тағаладан еш нәрсе жасырын емес екендігін міне бұл аяттардан аңғарады екенбіз, құрметті жамағат. Ибн Касир рахимахулла тағала ұлы тәпсірші ғалым былай дейді: көктердегі мен жердегінің ешбірі Алла Тағалаға серік қоспайды. Таухидты ұстанып, оған ғибадат етеді, құдайлығын растайды. Және қорқып әрі үміттеніп дұға етеді. Ол сендердің жасырын және ашық түрде істеген жақсылық пен жамандықты істеу арқылы нәтижеде неге қол жеткізгендеріңді толық біледі. Одан ештеңе жасырын еместігін міне бұл кісі айтты. Алла Тағала шексіз құдірет иесі, білуші, жаратушы, бәрін көріп тұрушы. Тіпті қараңғы түнде қара тастың үстіндегі қап-қара құмырсқанды жақсы көріп біліп тұрады деді. Алла Тағаланың білмейтін нәрсесі жоқ екен, құрметті жамағат. Адамдардың басынан не өткенінде және болашақта не болатынында Алла Тағала біледі. Әрбір адамның дәл қазіргі жағдайын қандай екендігін, жан дүниесінде не жасырып тұрғандығында Алла Тағала өзі толық қамтып тұрады. Алланың білімінің жанында адамдардың білімі ол теңіздің тамшысына да татымайтыны айдан анық. Тіпті адамзаттың абзалы болған ең ұлы адам Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам жайында да Құранда А'раф сүресінің 188 аятында айтады, пайғамбарымыз айтады: Алла қаламайынша мен өзім үшін пайда зиян келтіру күшіне ие емеспін. Егер де ғайыпты білетін болғанда әрине жақсылықты көбейтіп алар едім де, және маған ешбір жамандық зиян тимес еді дейді. Мен бар болғаны иманға келген адамдар үшін ескертуші және қуантушы хабар жеткізушімін делінген. Шексіз білім егесі болған Алла Тағалаға ғана аян нәрселер бар. Яғни Лұқман сүресінің 34-ші аятында Алла Тағала айтады: олар қияметтің қашан болатындығы жайында білмейді, оны тек қана Алла біледі. Және де аспаннан қанша жаңбыр жауатындығын біледі. Және жүкті әйелдің жатырында не болып жатқандығын толық меңгеріп тұрады. Әрі адамдардың ертең адамдарды не күтіп тұрғандығын және де өмірінің қалай аяқталатындығын бәрін білуші бір ғана Алла дейді. Демек, біздердің білетініміз 1-9, ал білмейтініміз 99 екені ол анық. Алла Тағала баршаларымыздың ілімдерімізді арттырып, аяттарға амал жасауға нәсіп етсін. Ахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху